Сәлеметсіздер ме оқушылар? Мен Қармақшы аудандық оқушылар үйінің фитодизайн үйірмесінің жетекшісі Зұлпахарова Майра Нұралханқызы. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы икебана жасау. Сабағымыздың мақсаты оқушыларға ауладағы өсімдіктерден икебана жасау жолдарын, әдістерін үйрету. Өсімдіктер әлемінің алуан түрлілігіне мән бере отырып, шығармашылық қиялын дамыту, табиғат байлықтарына қамқор болуға, әсемдікке, ұқыптылыққа, шыдамдыққа тәрбиелеу. Икебана Жапонның ежелден келе жатқан ұлттық өнері, күншығыс елі халқының ғасырлар бойы жалғасып келе жатқан рухани тәрбие салты. 15 ғасырда Жапонияда пайда болып, бастапқыда діни ғибадатханаларда сый ретінде қолданысқа ие болған. Жапон тілінен аударғанда ике өмір, бана гүлдер, яғни сөзбе-сөз аударғанда түрі гүлдер, кесілген гүлдердің және бұтақтардың арнайы ыдыстарда үйлестірудің, сондай-ақ интерьерде композицияларды дұрыс орналастырудың дәстүрлі жапон өнері. Икебана өсімдіктердің табиғи түрлерінің және олардың дала мен тауларда өсулерінің тура көшірмесін жасауға бағытталған өнер деп адамдар жиі шатастырады. Алайда икебана бұл көшірме де миниатюрада емес. Икебанада әрбір өсімдік өз мағынасына ие. Ең маңыздысы, біз бір кішкентай бұтақ пен бір гүлді шексіз кеңістікке және шексіз уақытты сәндеп, бар жан тәнімізді саламыз. Сол кезде біздің санада сол жалғыз гүл мәңгілік өмірді бейнелейді. Икебананың негізіне биязы, қарапайымдылық принциптің сыналуы, табиғи материалдардың сұлулығын айқындау арқылы жеткізіледі. Сондықтан бұл үйлесімділік өнері десек те болады. Икебанамен айналысу өте қиын. Бұл өнер шыдамдылық пен сабырлықты қажет ететін өнер. Ол табиғатқа құрметпен қарауға, қамқорлық танытуға, әсемдікті бағалауға үйретеді. Икебана ол жай гүлді вазаға салу ғана емес, вазада тұрған гүл сенің ойыңды, сезіміңді айта алады. Ғасырдан ғасырға жалғасып келе жатқан жапондардың ұлттық өнері бүгінде әлем мемлекетінің ажырамас бөлігіне айналған. Олай болса, біз сіздермен бірге икебаналық композициямызды жасап көрейік. Бізге икебана жасау үшін қажетті құрал-жабдықтар ол бөлме гүлдерін отырғызуға арналған қауашақ, құмыралар және керексіз құмыра және пенопласт және губка, жұмсақ губка және тас кез келген тасты алуға болады. Сонымен қатар ыстық желім және кеңсе пышағы, қайшы және су қажет болады. Кез келген жұмысты жасар кезінде ең алдымен, яғни үстелдің үстінің таза болуы. Ол үшін біз керексіз осындай газетті немесе басқа да қажетсіз дастархандарды жайып жұмыс жасауға болады. Және біз икебананың туындыны жасау үшін бізге ең алдымен қажетті зат ол бақша гүлдері немесе аула гүлдері, яғни әртүрлі өсімдіктер қажет болады. Ең әуелі жұмысты бастамас бұрын бізге қолымызға резеңке қолғапты киюіміз қажет. Және сонымен қатар бақша гүлдері немесе ауладағы гүлдердің әртүрлі гүлдерді алып, біз осымен композиция жасаймыз. Ең әуелі бізге құмыраны алып, оны жұмсақ губкамызға шақтап киіп аламыз. Канцелярлық пышақ арқылы кесіп аламыз.
Дәл осылай біз пенопастымызды осы құмыраның мөлшер құйып аламыз. Құмыраның ішіне тасты салып, құмырамыз құламай жүзіп тұру үшін біз міндетті түрде тас салуымыз. Шамалы тастан салып, сосын судан кейін барып біз губкамызды орналастырамыз. Губкамызға су құямыз, өйткені біздің гүлдеріміз суып қалмау үшін. Міндетті түрде суды құйып, кішкене ылғалдауымыз. Губкамыз суды сіңіргеннен кейін үстіне пенопластымыз саламыз. Біздің икебана жасайтын құмырамыз дайын. Енді осы құмыраға біз гүлдерімізді, өсімдіктерімізді салатын соларды дайындап аламыз. Бізде жабайы итмұрын өсімдігінің жапырағы, оның артық жапырақтарын бәрін кесіп алып тастаймыз. Және раушан гүліміздің де артық жапырақтарын алып тастаймыз. Біз құмырамызға раушан гүлін және жабайы итмұрынның бұтақтарын осылай орналастырып алдық. Енді құмыраның бетіне қалған тастарымызды орналастырамыз. Құмырамыздың жиек-жиегін осындай жабайы шырмауық жүзіне жабамыз. Ыстық клейді пайдаланғанда міндетті түрде байқасып болу қажет. Біз енді көбелерімізді жабыстырып, осылай құмырауымызға сәндейміз жабыстырып. Біздің бірінші икебана гүліміз дайын болды. Яғни бұл сіздердің бөлмелеріңізге сәнді интерьер
береді деп ойлаймын. Осыған қарап, үнемі көңіл күйлеріңіз көтеріңкі болсын. Балалар, келесі біздің қажетсіз ағаш құмырамыз. Бағана сіздерге айтқам. Біз осыған икебана жасаймыз. Екінші, оған біз гүл солып қалмас үшін, яғни суға батып тұру керек. Сол себепті біз оған су құйып аламыз. Шамалы суымызды құйып алдық. Енді біз ромашка, яғни түймедақ гүлінің түрі бұл. Осының қажетсіз жапырақтарын қиып тастаймыз. Оқушылар, біздің екінші икебанамыз да дайын болды. Сіздер де осылай үйде ата-аналарыңыздың көмегімен жасап, өздеріңіздің үйлеріңізді, бөлмелеріңізді сәндеп әсемдеуге болады. Әр икебана сіздердің өздеріңіздің қиял ғажайып туындыларыңыздан шығуы мүмкін. Сол себепті үйден жасап көріңіздер. Сіздерге сәттілік, бүгінгі жұмысым сіздерге қызықты болды деп ойлаймын. Келесі кездескенше сау болыңдар оқушылар.